Қайырлы кеш, балақай. Қалың қалай? Мен бүгін саған ұйқыға жатар алдында ертегі айтып беремін. Ертегі тыңдағанды жақсы көресің бе? Ендеше ертегімізді бастайық. Бүгінгі саған әңгімелеп беретін ертегім бауырсақ ертегісі. Бұрын соңды бұл ертегіні естідің бе? Естімесең, онда бастаймыз. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Бір күні шалы кемпіріне былай депті: кемпір, кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші, менің қарным ашты. Сонда кемпірі шалына ұрса жөнеліпті: шал-ау, алжығансың ба? Үйде ұн жоқ, саған бауырсақты қалай пісіремін? Шалы кемпіріне: ыдыстың түбіндегі ұнды қырнап жинап ал да, бауырсақ пісір, дейді. Кемпірі шалының айтқанын орындап, ыдыстың түбіндегі ұнды жинап, бауырсақ пісіреді. Бауырсақты суысын деп, терезенің алдына қойып қояды. Бауырсақ ары тұрады, бері тұрады. Ақырында іші пісіп, сыртқа қарай домалап, кемпір мен шалдан қаша жөнеледі. Кемпір мен шал ойбайлап үйде қала береді. Бауырсақ орман ішінде домалап келе жатады. Орманның ішінде жыртқыш аңдар бар екенін білесіңдер, иә? Ендеше бауырсаққа орманның ішінде қандай аңдар кезігеді? Қане әрі қарай тыңдайық. Орман ішінде домалап келе жатқан бауырсақтың алдынан қоян кезігеді. Бауырсақты көрген бойда қоян оны жегісі келіп кетеді. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Сол кезде бауырсақ қоянға былай депті: қоян, сен мені жеме, мен саған оданда ән айтып беремін, менің әнімді тыңда. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, енді қоян, сен енді қашамын, дейді де, жол бойымен домалап, қояннан қашып кетеді. Ары қарай домалап келе жатқан бауырсаққа қасқыр кезігеді. Қасқыр да бауырсаққа былай деген екен: бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Сол кезде бауырсақ қасқырға да әнін айта жөнеледі: мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, енді қасқыр, сенен қашу да қиын емес, деп қаша жөнеледі. Ал ары қарай бауырсаққа кім кезігеді? Жол жөнекей келе жатқан бауырсаққа алдынан қорбаңдап аю шығады. Бауырсақты көрген аюдың да жегісі келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін, дегенде бауырсақ оған әнін айта жөнеледі: мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан да қашып кеттім, қасқырдан да қаштым, енді аю, сенен де қашамын, деп домалап қаша жөнеледі. Қашып келе жатқан бауырсақтың алдынан айлакер түлкі шығады. Түлкінің сондай қу екенін сен білесің, иә? Бауырсақты көрген түлкі бауырсақты мақтай жөнеледі: бауырсақ, бауырсақ, жүзің шырайлы, неткен әдемісің, дейді. Ол сөзге дандайсыған бауырсақ түлкіге
әнін айта бастайды. Сол кезде түлкі: тоқта, тоқта бауырсақ, менің құлағым жөнді естімейді. Сен менің тұмсығымның үстіне тұрып, әніңді айтшы, дейді. Түлкінің сөзіне сенген бауырсақ оның тұмсығының үстіне секіріп шығады да әнін айта бастайды. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, дей берген кезде түлкі бауырсақты ап деп аузына салып жеп қояды. Сөйтіп бауырсақ айдалада түлкіге жем болыпты. Бұл ертегі бізге нені үйретеді, балалар? Бұл ертегі бізде жақсылық пен жамандықты ажырата білуді, өзіңе сенімді болуды және аңқау болмауға үйретеді. Осымен бүгінгі ертегіміз аяқталды. Мен сені ертең күтемін. Қайырлы түн. Ертеңге дейін қош сау бол.